Балалар, біз Қазақстан тәуелсіз алғанымыз, алдымызда тәуелсіздік мерекеміз келе жатыр, иә? Біз өз алдымызға мемлекет болып, тәуелсіздігімізді алғалы біз көптеген жетістіктерге жеттік. Өзіміздің байлығымызды, өзіміздің рухани дамып, өзімізді дамытып, міне ел болып, егемен болып, өсіп, көркейіп, Қазақстан көркейіп келе жатыр, балалар. Міне біздің елдігіміздің белгісі, мына біздің рәміздеріміз, туымыз. Міне тудың өзінде байқап қарасаңдар, балалар, мына оң жағымызда не тұр? Қазақтың ойының өрнегі безендірілген, иә? Ортасында күн нұр шашып тұр, күннің астында қыран бүркіт қалықтап ұшып отыр. Ол біздің бейбіт елде, қыран құсымыз бейбіт, аспанымыз ашық елде тұратынымыздың белгісі екен, балалар. Міне, мұнда біздің ою өрнегіміз, қазақтың ұлттық ою өрнегінің бәрінің өзінің мән мағынасы бар екен, балалар. Себебі ода бұрын бізде жазу, оқу болмай тұрғанда, осылармен адамдар ұғынысқан екен бір-бірін. Сөйлесуге осы нәрселермен олар, міне мысал үшін, бұл оюды гүл деп атаса, ал мұндағы өрнекті өрмекші тәріздес деп, өрмекші деп атаған. Көрдіңдер ме? Және мұнда жұлдыз, аспанда жұлдызға ұқсай ма, балалар? Міне өзінің мағынасына қарай аттары да қойылған. Ал енді мұнда қарасаңдар, бұл біздің Қошқармүйіз деген ең кеңінен тараған оюымыз екен, өрнегіміз екен. Сондай-ақ соған ұқсас, міне төрт құлақ, түйе табан, міне түйе табан дейді. Бәрін ұйқастырып, жануарлардың несіне ұқсатып, міне түйе мойын дейді. Түйенің мойны ұзын болған үшін, бұны да мойны ұзын етіп жасаған. Міне қас табан, міне. Ал мұнда қараңызшы, мына оюдың ерекшелігі, мұнда қанатқа ұқсай ма? Құс қанат екен. Ал бұл мөлдір судың бейнесін елестете алады екенбіз. Біздің қарап тұрсаңдар, балалар, мынау оюымыз біз әр нақышқа, әр киімге, камзолымызға, сондай киіз үйіміздегі әрбір түскиіз, текемет болсын, өзіміздің ұлттық ою өрнегімізбен безендірген болғанбыз. Міне қоржынымызда болсын, біздің ұлттық домбырамызда, міне ода да оюмен безендірілген. Себебі ол өзіне сай әдемілік береді, және біздің ұлтымыздың ою өрнегімізді дәріптейді. Міне балалар, өздерінде де үстерінде әдемі ұлттық киімдер екен. Біздің әр жасауымызда, қыз жасауында, көрпешелерімізде осындай қазақтың ою өрнегі болады екен. Ал мұндағы мынау ою өрнекті біз балалар неге ұқсақ болады, жабыстырсақ болады. Мысал үшін, үстіміздегі камзолымызға, үстерінде осылай безендірілген, мына бір матадан, біз орамал болсын, дастарханға болсын, осы оюды әшекей бұйымы ретінде безендіріп, әдемілеп, мынаған желіммен немесе машинкамен бастыртып, әсемдеп, әрлейді екенбіз, балалар. Біздің сондай-ақ ою өрнегімізді қайда жүрсек те өзіміздің қазақ ұлты екенімізді дәріптеуге, ұлттығымыздың әдет ғұрпымызды әдемілеп кеңінен жаюымызға осы біздің ұлттық киіміміздегі ою өрнектеріміз екен, балалар. Сондай-ақ бұл оюды үйдегі қазан, табақ, аяқтарға да жасалады екен. Мынандай ыдыстарымызда да болады екен. Мынандай қамшыға да безендіруге болады екен. Міне біздің көнеден келатқан мынандай әдемі қазан, құмыра заттарына да нақышпен жасап,
біздің көптеген зергерлеріміз, ұсталарымыз, сондай-ақ сырғаны болсын, аналарымыз, әжелеріміздің қолға таққан білезігінде болсын, сол жүзігінде болсын, оюымызды дәріптеген